ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға деп ұлы ақын Абай Құнанбайұлы айтқандай, сіздер жас ұрпақтың санасына енгізілетін тәлім-тәрбие, үлгі-өнеге өлшеусіз. Қоғам мен адамзат алдындағы өлшеусіз еңбектеріңізді ескере отырып, сіздерге өскелең ұрпақ тәрбиелеудегі өрелі жұмыстар мен мемлекеттің гүлденуі жолындағы абыройлы табыстар тілейміз. Кез келген мереке, қоғамдық жұмыстары мектептердің қатысуынсыз өтпейтінін бәріміз жақсы білеміз. Мектеп ұжымы әрқашанда қоғамдық іс-шараларға аянбай ат салысып, барлық саладан белсенділік танытады. Тәуелсіз қазақ елінің дамуына қосып жатқан еңбектеріңіз үшін баршаларыңызға мың алғыс. Мінекей, кеше ғана бүлдіршін болып мектеп табалдырығын аттаған біздің ұл-қыздарымызды жүйрік уақыт түлек етіп ұясына ұшырғалы отыр. Бойымызды тағы да ата-ана ретінде мақтаныш сезімі кернеп отыр. Бұл үшін мектеп анаға мың алғыс. Жыл сайын түлектерімізді ұядан ұшырар сәтте үш тілек айтамыз. Әуелі елбасымыз айтқандай, үш тілді жетік меңгеріп, рухани, бай, білімді азамат бол дейміз. Екіншіден, мәпелеген ата-ана, білімге баулыған ұстаздарын қадірлей біліп, солардың үмітін ақтауға шақырамыз. Соңында қай кезде болса да, шәкірттеріміз еліміздің атын паш етіп, биіктен көрініп жүрсін деп тілек білдіреміз. Назарларыңызға рахмет.